Сәлем достар, бүгін Музарт тобының Ташкенттегі сапары туралы ең соңғы жаңалықтармен бөлісетін боламын. Әншілер Өзбекстанның астанасында дүркіретіп концерт берді. Бұл концерттегі қызықтар видеода. 1 мамыр күні Музарт топ мүшелері отбасыларымен бірге Ташкент қаласына ұшып барған еді. Оның басты себебі Музарт тобының концерттік туры дәл осы қалада жалғасып жатыр және үлкен концерт беру мақсатымен барды. Музарт тобы Ташкентке жалғыз емес отбасылармен бірге аттанды. Бұл олар үшін нағыз отбасылық демалысқа айналды. Сәкен, Мейрамбек және Кенжебек жақындарымен бірге қаланың тарихи жерлерін аралап, Өзбекстанның сәулет өнеріне тәнті болды. Әлеуметтік желілерде тараған суреттерден олардың қарапайымдылығы менен отбасылық құндылықтарға деген адалдығын көруге болады. Осындай жылы кадрлер көрермендерге әртістердің жай ғана сахнада емес, өз отбасыларына қамқоршы екендігін тағы да бір мәрте дәлелдеді. Ал топ мүшелері концерт алдында Ташкент қаласының мешітіне арнайы ат басын бұрды. Бұл әншілердің өнер алдындағы жауапкершілігі мен халыққа деген құрметінің белгісі. Олар алдағы үлкен концерттің сәтті өтуін тілеп дұға жасады. Осындай игі қадамдары әртістердің халыққа жақындығын және оның рухани тазалықтарын көрсететіндігі анық. Дәл осыдан соң 2 мамыр күні Халықтар достығы сарайында нағыз өнер мерекесі басталды. Достық сарайындағы концертте халықтың көптігі соншалық залда ине шаншар жер болмады. Көрермендердің ықыласы, Музарттың әндеріне қосыла шырқағандығы ерекше әсер қалдырды. Өзбек тыңдармандары біздің әншілерді құшақ жая жылы қарсы алды. Концертте бос орын болмады. Бұл қазақ өнерінің шетелдегі үлкен жеңісі және екі ел арасындағы мәдени байланыстың нығайғанын білдіреді. Музыкада шекара жоқ екендігін осы сапарда тағы да бір рет байқадық. Музарт тобының әндері, әр концерттері үлкен еңбектің нәтижесі. Олардың әндерінің тіл түсінбесе де жүрекке жетеді. Мұндай сапарлар біздің эстрадамыздың деңгейін көрсетеді. Ал Музарт тобының келесі концерті Қырғызстанда, яғни Бішкек қаласында өтеді. Ал концерттерін сәтті аяқтаған топ мүшелері отбасыларымен бірге демалыстарын ары қарай жалғастырып, әлі де Ташкент қаласында демалуда. Топ мүшелерінің отбасынан бөлек Жазира мен Жанболаттың жаңа құда-құдағилары да осы Ташкент қаласында Музарт тобымен бірге демалып жүргендігін байқауға болады. Топқа алдағы уақытта да шығармашылық табыс, амандық тілейміз. Қазақ өнерінің жалауы әрқашан биіктей берсін. Осындай танымды видеолардан қалыс қалмау үшін арнаға жазылыңыздар. Лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.